сәлем тағдырлар арнасының тыңдармандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ешкімге айта алмаймын, ешкіммен бөлісе алмаймын, бірақ жаныма маза бермейтін бір жағдайды сіздермен бөліссем, солай жеңілдеп алсам деймін, деді Перизат есімді келіншек. Айтуынша тұрмысқа шыққанына 7 жылдың жүзі болыпты. Соңғы 4 жылдан бері қайынатасы ғашықтық сезімін айтып күн бермей жүр екен. Күйеуім екеуміз ерте үйлендік, себебі оның анасы өмірден ерте өтті де қара шаңыраққа қарайтын әйел керек болып, әпкелері мен келін болып түскен соң бір міндеттен құтылғандай қатты қуанды. Осы үйдің бар шаруасы енді сенің қолыңда, атаңды өз әкеңдей сыйлап, жылы жұмсақ тамағын беріп, жағасының кір шалмауын қадағалап отырасың ғой, деп амандаттап кеткен. 2 жылдан соң қайыным да үйленді, бірақ келіннің жеке пәтері болған соң 2 аптадан кейін бөлек шықты. Келін болып түскелі осы үйдің отымен кіріп күлімен шықтым десе де, әйелі жоқ үйдемесін деп барымды салдым. 2 балалы болдық. Қазір декреттік демалыстамын. Таңнан кешке дейін асханадан шықпаймын. Үйдің тірлігі біткен бе? Ал күйеуім күн батқанда бірақ келеді. Жұмысы ауыр. Ал атам бір мекемеде күзетші болып істейді. Бір күн барса, 2 күн үйде. Сол кісі соңғы кезде менің басты проблемам болып жүр. 2 күн демалыста өзімді тозақта жүргендей сезінемін. Мәселен ашып айтар болсам, жасы 50-ден енді асқан атам жұмысынан ішіп келеді. Келе сала шомылып алады да, ас үйде жүрген мені құшақтап, бетімнен, мойнымнан сүйіп жабысады. Менікі бол, саған ғашықпын, деп неше түрлі сөздерді айтады. Өзім әлі 30-ға да толмағанмын. Еңгезерде еркектің құшағынан сытылып шығу да оңай емес. Ата, ұялмайсыз ба? Деп талай мәрте ызаланып жылап та қалдым. Ертеңіне түк білмегендей жүре береді. Бірақ сменнен шыққан күні баяғы әдетіне қайта басады. Бұл оқиғаны сіздерме айтар едім, айтпас едім. Жақында жұмысынан ішіп келген атам үйге кіре сала ас үйге ентелеп кіріп, неменеңе пәленсіп жүрсің сен? Бір рет болсаң, ештеңен кетпейді, сауабымды аласың деп жатын бөлмесіне сүйремекші болды. Балалардан да ұялуды қойды. Қолыма дереу пышақ алдым да, екінші мәрте маған осылай жақындайтын болсаңыз, онда өзімді өлтіре салам, мені қорлағаныңызды қойыңыз, деп айқайлап жылап жібердім. Бірдеңе шегіп алғандай ма, көзі қызарып аларып кетіпті. Пышақты көрген соң сабасына түсті де бөлмесіне кіріп жатып қалды. Ауылға қашып кетердей мүмкіндік те жоқ. 4 бөлмелі пәтерде тұрамыз. Сол оқиғадан кейін балаларды бөлмеме кіргізіп алып, ішінен кілттеп алатын болдым. Әйтпесе тарпа бас салатындай үрейленіп отырамын. Бірде күйеуіме бөлек шықсақ қайтеді? Неге үйге қайным мен келінім кеп тұрса, деп мәселені оңай шешпек болып едім. Ол әкесіне айтқан екен, мен сендерге масыл болдым ба? Немерелерімсіз тұра алмаймын. Бұл әңгімені осымен доғарыңдар деп тоқтатып тастапты. Күні кеше қайнап келерім үйге қыдырып келді. Тамақ істеп жүріп, өзара әңгімеде атамды үйлендірсек қайтеді деп өз ойымды білдіргем. Олар да соны ойлап жүрген екен, бірақ атамыз үзілді кесілді бас тартыпты. Шешелерінің орнын ешкім баса алмайды. Қартайғанда қандай адам жолығары дейсің, деп қысқа қайырыпты. Бұл әрекетімнен де ештеңе шықпады. Енді атамнан қалай құтылсам екен деп ойлап жүрмін. Үйде сыланып, боянып жүруден жүрексінемін. Күйеуіме емен еркін еркелей алмаймын. Сәл артық қимыл жасасам, атамның ойы бұзылама деп қарадай қысылатын болдым. Үй шаруасын істеп жүргенде көзімен ішіп жеп отырады. Ал ол маған өте жиіркенішті адам болып кетті. Тіпті балаларым алдына барып еркелей бастаса кірпідей жеріліп тырысып қаламын. Тұрмыстағы өмірім тозаққа айналғандай. Күйеуім бұл жағдайдан хабарсыз. Айтар айтпасымды білмей жүрмін. Айтқан күнде де маған сенер-сенбесіне кім кепіл, не дегенмен әкесі ғой. Ашумен бір-біріне қол жұмсап, ел жұртқа масқара боламыз ба деп өз-өзімнен қорқып жүрмін. Құрметті көпшілік, қайын атамнан құтылатын басқа амал бар ма? Оның арам пиғылын қалай тоқтатсам болады? Кеңес беріңіздерші.